қойшы, бақыт тілеп отыра бер. Ал сен бауырың ғой етіп айтпай қой. Еділге айтатыным, неге мен бірінші рет келген кезде немесе екінші, үшінші эфирға келген кезде неге осы обидаларымды маған неге сол кезде айтпадың? Мен жоқта істеп айтып отырған негізі дұрыс емес. Мен саған обидам жоқ, панда қыз. Ашылықпен айтылып кетті бұл жерде. Сен енді звондап кешірім сұрап тұрмын, өйтіп ақыл үйретпей қойшы. Жайықпен өзің сөйлес дұрыстап. Ақыл бәрібір Алланың қолында ғой, бірақ Кешірім сұраймын Еділдің атынан. Біз сені әу баста қолдадық, Жайықпен барлығы жақсы болсын дейміз. Сондықтан бұл бір бауырлардың бір-біріне деген еркелігі деп қабылдайсың. Е? Ренжіме.